Таза Қазақстан жобасы аясында Сарыағаш ауданындағы айрылмас этномәдени саябағында кең көлемді сенбілік ұйымдастырылды. Акцияға 3000-нан астам адам қатысып, 11 мыңға жуық көшет егілді. Президент бастамасымен жүзеге асырылып жатқан шараға облыс әкімінің бірінші орынбасары Зұлпыхар Жолдасов арнайы келіп қатысты. Ауқымды акцияға Түркістан облысы әкімінің бірінші орынбасары Зұлпыхар Жолдасов, аудан әкімі Арман Абдуллаев, облыстық мәслихат депутаты Жәнібек Сүлейменов, облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Тоқтар Усубалиев, студенттер, мемлекеттік қызметкерлер, кәсіпкерлер және еріктілер қатысты. Мемлекет басшысы тапсырмасы негізінде ұйымдастырылған Таза Қазақстан акциясы барысында Зұлпыхар Жолдасов ортақ үйіміз Қазақстанды таза ұстайық деп жиналғандарды шараға барынша атсалысуға шақырды. Бүгін біздің облыстарымызда 2 жылдан бері осы президенттің тапсырмасына аясында Таза Қазақстан бағдарламасында біраз үлкен жұмыстар атқарылды. Жалпы айтып алсақ, осы жылдың өзінде біз 1 миллионға дейін ағаш отырғызатын боламыз. Көктемде 509 болып жатса, қазір осы 400 мың үстінде ағаш отырғызамыз. Дәл қазір айрылмас мәдени осындай саябағында тұрмыз. Мына жерде Сарыағаш ауданында осы дәл қазір 3000-ға дейін осы жерде азаматтар, тұрғындар шақыртылып. Бүгін Сарыағаш ауданы өте стратегиялық маңызды жер. Өйткені мынау шекара, бір күнде 40 мыңға дейін жолаушылар өтеді. Тазалыққа қатысты өте көп сұрақтар бар деген сияқты осы арнайы көпшілікті жинап, біз осы үлкен осы сенбілік акция өткізіп жатырмыз. Бірақ бүкіл жұртшылыққа түсініп жатырмыз, ол акцияда емес, сенбілікте емес, ол қалыптасқан күнделікті өмірде тазалық деген басшылыққа алға қоятын дүние болу керек. Сенбілікте мен апта сайын қатысуға тырысам, шама келгенше. Біз осы негізі қазіргі кезде апта сайын бүкіл облыста әр ауылда сенбіліктер өткізіп жатырмыз. Сенбілік кезінде облыс әкімінің бірінші орынбасары бастаған мемлекеттік қызметкерлер ағаш көшеттерін егіп, аймақты көгалдандыруға атсалысты. Акция барысында 11 мыңға жуық ағаш көшеттері таратылып, қатысушылар тарапынан егілді. Аудан бойынша 3 мыңнан астам тұрғын сенбілікке белсене қатысып, қоршаған ортаны абаттандыру мен тазартуға үлес қосты. Тазалық жұмыстарына арнайы коммуналдық техникалар жұмылдырылып, жиналған қоқыстар белгіленген орындарға шығарылды. Сонымен қатар Сарыағаш қаласы және оған қарасты 13 ауылдық округте республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында, ішкі көшелер мен қоғамдық орындарда кең ауқымды тазалық жұмыстары жүргізілді. Бейберекет тасталған күл-қоқыстар жиналып, арам шөптер шабылды. Қураған ағаштардың бұтақтары кесілді. Арғатыздар тазартылып, саябақтар мен скверлер ретке келтірілді. Жасыл желекті көбейту мақсатында қосымша ағаштар егілді. Айгер Мойтбаева, Нұрболат Еркін, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.